Сәлеметсіздер ме? Біз балабақшада өтіп жатқан шебер әке өнерлі ана қамқор бала атты іс-шараны қолдау мақсатында пенопласттан домбыра жасайтын боламыз. Бізге керегі қалың пенопласт, кеңсе пышағы және басқа да көрнекі құралдар. Ең алдымен қағазға домбыраның ішін сызып алып, оны қиып пенопластқа қойып жабыстырып аламыз. Домбыраны таңдауымыздың бірнеше маңызды себептері бар. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы, мәдениетіміздің, тарихымыздың және рухани мұрамыздың бір бөлігі болып табылады. Ол ғасырлар бойы ұлттың рухын, еркіндігін, өмір салтын бейнелеп келеді. Пенопласттан домбыра жасау бұл қарапайым, бірақ ұлттық құндылықты дәріптейтін жоба болып табылады. Мұндай макеттерді балаларға ұлттық өнерді үйрету, шығармашылық сабақтарда пайдалану, безендіру үшін жасауға болады. Домбыраны таңдау қазақ мәдениетін құрметтеудің, оны насихаттаудың және келер ұрпаққа жеткізудің керемет тәсілі. Домбыраның пайда болу тарихы мыңдаған жылдарға кетеді. Археологтар бұл аспаптың бейнелері көне түркі дәуіріндегі жартас суреттерінде кездескенін анықтаған. Домбыраға ұқсас аспаптар Орта Азия халықтарының көбінде бар, бірақ қазақ домбырасы ерекше құрылымымен және кең диапазонды дыбыс мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. Домбыра атадан балаға мирас болып қалған қасиетті мұрамыз. Қазақ халқы ежелден ұрпағын өнерге баулып, күй мен жырды ұмыт қалдырмауға тырысқан. Бүгінде де бұл үрдіс жалғасып, жастар арасында домбыра үйренуге деген қызығушылық артып келеді. Мінекей біздің домбырамыз дайын болып қалды. Назарларыңызға рахмет.